Кеш жарық эфирде Айбат жаңалықтары, студияда Айя Мүтәлі, сурда аудармада Жансылу Ерланқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Бүгін президент сайлауына кандидаттарды тіркеу аяқталды. Кім құжат тапсырып үлгерді? Заңмен белгіленген тәртіппен өтелмеген Саяси науқанға қанша әйел қатысады? Астанаға 11 елдің президенті келеді. Саммитке дайындық басталып, әуежай мен тас жолдарға блок бекеттер қойылды. Көліктер жаппай тексерілуде. Украина қалаларын атқылау әлі жалғасып жатыр. ақш Киевке қандай көмек беруге уәде берді? Украинада қанша Қазақстан азаматы қалды? Сыртқы істер министрлігі елші қызметкерлерін қайда көшірмек? Бүгін президент сайлауына кандидаттарды ұсынудың соңғы күні. Президент болудан дәмелі үміткерлердің құжатын қабылдау ресми түрде жарты сағат бұрын ғана аяқталды. Ең қызығы 19 күн бойы тым-тырыс жатқан азаматтар ең соңғы күні тіпті соңғы минуттарда сайлау комиссиясына келді. Қазір кандидаттар туралы соңғы ақпаратпен орталық сайлау комиссиясынан әріптесім Қаламқас Нысанбай тікелей байланысқа шығып айтып беруге дайын тұр. Қаламқас, кеш жарық. Ая, кеш жарық. Соңғы күні қанша үміткер келіп тіркеліп үлгерді? Ая, жарты сағат бұрын орталық сайлау комиссиясы кандидаттардың құжаттарын қабылдауды аяқтады. 23 қыркүйектен бүгінге дейін 19 күн ішінде президент болуға 10-нан астам азамат ниет білдірген. Сонымен орталық сайлау комиссиясы ресми тіркеген кандидаттарға тағы бір тоқталсам, Аманат, Ақжол, Қазақстан халық партиясы және бірнеше ұйымның атынан қатысатын Қасым-Жомарт Тоқаев. Екінші Аманат кәсіподақтар достығынан Мейрам Қажыкен. Ауыл партиясынан Жигули Дайрабаев және жалпы ұлттық демократиялық партиядан Нұрлан Әуеспаев. Ал бесінші болып кәсіби әлеуметтік қызметкерлердің ұлттық альянсы атынан Қарақат Абденнің кандидатурасы мақұлданды. Бесінші болып тіркелген алғашқы әйел үміткер Қарақат Жақсылыққызы мемлекеттік тілді жақсы меңгергеннен осы емтиханнан сүрінбей өтті. Ал түстен кейін әсіресе құжат қабылдаудың соңғы сәттерінде сайлау комиссиясының жұмысы қызды. Алдымен Қазақстан құрылысшылар одағы ұсынған Талғат Ерғалиев пен халық демографиясы бірлестігі атынан ұсынылған Жұматай Алиевтің құжаттарын қабылдады. Айта кетейін, мәжіліс депутаты болған Әлтаев 2019 жылы президент сайлауына қатыспақ болып, алайда мемлекеттік емтиханды сәтті тапсыра алмаған. Себебі ол қазақша шығармадан 19 қате жіберген. Одан бөлек бүгін қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық ұйымы президент сайлауына кандидат ретінде тағы бір әйел құқық қорғаушы Салтанат Тұрсынбекованы ұсынды. Ал түстен кейін Салтанат Тұрсынбекованы ОСК Салтанат Тұрсынбекованың құжаттарын қабылдады. Жақсы, Қаламқас, түсінікті. Енді қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ тілінде емтихан тапсыра ма? Аяқ Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ тілінен емтихан тапсырмайды. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының хатшысы Мұхтар Ерман айтты. Себебі заң бойынша жұмыс істеп жүрген президенттің мемлекеттік тілді меңгергені анықталмайды екен. Ал тағы бір үміткер Нұржан Әлтаев қазақ тілінен емтиханды сәтті тапсырды. Емтихан тапсыру барысында Нұржан Бауыржанұлы бірінші жазба тапсырмасына біртұтас алаш идеясы тақырыбын таңдады. Екінші тақырыпқа бұл ауызша оқу тапсырмасы Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер романынан үзіндіні таңдады. Үшінші топ алдында, жұрт алдында сөйлеуге бабалар аманаты тақырыбын таңдады. Сонымен қатар 46 жастағы Қазақстанның әуесқой футболшылары одағы бірлестігі ұсынған Бақыт Маратұлы құжаттарын тапсырды. Ол сайлау комиссиясына тіркеудің бітуіне 1 сағат қалғанда келді. Ал оралмандардың асар бірлестігінен Хайролла Ғабжалилов та құжат тапсырып үлгерді. Ең соңғы сәтте жаппай құжат тапсырып кеткендер кандидат ретінде тіркелді ме? Ол жағы әзірге белгісіз. Ал емтиханнан сүрінбей өткендер ертеңнен бастап 118 мың адамнан қол жинауға кіріседі. Бұған 10 күн беріледі. Ая кандидаттарға қатысты мендегі бар ақпарат осы.
Жақсы Қаламқас орталық сайлау комиссиясына барып, саяси науқан жайында соңғы ақпараттармен бөліскеніне көп рахмет. Астана ертең басталатын саммитке дайындықты бастап кетті. Маңызды шараға 11 елдің президенті келеді. Мәртебелі қонақтарды күтуге дайындалған елорда полицейлері тәулік бойы күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Тілшіміз Жансұлу Женқұл Астананы аралап, саммитке дайындықты көріп қайтты. Ертең Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің 6-шы саммиті басталады. Астана маңызды шараға қызу дайындалып жатыр. Полицейлер кешеден бері күшейтілген режимге ауысты. Елорда аумағына кіретін 5 тас жолға бақылау бекеті қойылып, аумақты әскерилер тәулік бойы күзетіп тұр. Блокпосттарда да дайындық қызу, мынадай БТР танкілер, тікұшақтар, сонымен қатар әскери хаммерлер толық іске қосылған. Қалаға кіріп шығатын барлық көліктердің жүк салғыштары қатаң түрде тексеріліп жатыр. Блокпост әуежай маңына қойылған, аймақтардан да қосымша күш тартылған. Қаланың әр бұрышын күзеткен полицейлердің санында шек жоқ. Қадам аттаған сайын кемінде 2-3 полицейді кездестіресіз. Автомашина, которая вызывает... Күдік туғызатын әрбір көлікті тексеріп жатырмыз. Бұл шаралар 15-не дейін жалғасады. Қала тұрғындары мен қонақтарына айтарымыз, баратын жерлеріңізге ертерек қамдануларыңызды сұраймыз. Сонымен қатар қоғамдық көлікпен жүруге шақырамыз. Мәртебелі қонақтар жүретін көшелерге де шырша егіліп, қызу қарбалас. Көшелерді барынша сәндеп жатыр. Ал саммиттің негізгі отырысы өтетін 13-14 қазан күні Астана мектептері түгелдей онлайн форматқа өтеді. Білім басқармасы ата-аналар мен оқушылар кептелісте ұзақ тұрмау үшін осындай шара қабылдадық дейді. Қашықтан оқыту әдісі таңсық емес, өйткені бұл оқыту форматы қыста ауа райының нашарлауы кезінде де қолданылды. Астанадағы барлық мектептің оқушылары 13-14 қазан күні онлайн форматта оқиды. Апта соңына дейін Астананың кейбір көшелері жабылып, көлік жүрмейді. Салдарынан кептеліс болатынын ескерткен полицейлер елордалықтар 2-3 күнге түсіністікпен қараса дейді. Азиядағы өзара іс-әрекет және сенім кеңесінің саммитіне 11 президент келеді. Бұл Ирак, Иран, Өзбекстан, Тәжікстан, Ресей, Түркия, Палестина мемлекеттерінің басшылары, сонымен қатар Вьетнам мен Қытай Халық Республикасының вице-президенттері де қатысады деп жоспарланып отыр. Апта соңына дейін президент бірнеше мемлекеттің басшыларымен кездесу өткізеді. Жансұлу Женқұл, Ермек Махметов, Айбат, жаңалықтар қызметі. Украинада ракета шабуылынан қаза тапқандардың саны өсті. Елді мекендерді атқылау бүгінде жалғасып жатыр. Мәскеу мен Киев біріккен ұлттар ұйымының мінберінен терроризм жасады деп бірін-бірін айыптайды. Ал Ресейді қатаң сынаған батыс елдері Украинаға тағы да әскери көмек бермек. Жансая Қапасқызы толығырақ. Ресей күштері өткен күні Украинаға 90-нан астам зымыран жіберіп атқылаған. Салдарынан 30-дан астам қала мен елді мекен зардап шекті. 19 адам мерт болып, 100-ден астамы жараланған. 300-дей елді мекенде су, жарық жоқ. Шабуылдар жалғасып жатыр. Бұл жағдай ел еңсесін түсіргенмен рухын түсіре алмайды, дейді Украина басшысы. Украинаны қорқыту мүмкін емес. Бұл жағдай бізді тек қана біріктіреді. Украинаны тоқтату мүмкін емес. Тек қана террористерді жою керек деген сеніміміз арта түсті. Әлем елдері Ресейдің әрекеттерін қатаң сынауда. Бірнеше елде шерулер өтіп, халық Путиннен соғысты тоқтатуды талап етіп жатыр. Киев пен Украинаның өзге қалаларына жасалған ракеталық шабуылдардан кейін ақш президенті Джо Байден Украинаға әуе шабуылына қарсы қорғану жүйесін беруге уәде етті. Киевке қолдау көрсету мәселесін бүгін үлкен жетілік елдері де талқыламақ. Беларусь болса соғысқа қатысқысы келмейді. Бұл туралы елдің қорғаныс министрі Виктор Хренин мәлімдеді. Алайда Беларусь басшысы күні кеше Ресеймен арнайы өңірлік топ құрып, елге қауіп төнсе оны қолдануға дайын екенін айтты. Әрі Ресей күштеріне Украинаны шабуылдау үшін өз әуе кеңістігін қолдануға беруін жалғастыруда. Мұндай қауіптің алдын алу үшін Украина жасақтары Беларусь шекарасы маңында жаттығу өткізіп жатыр. Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, планируется нанесение удара по территории Беларуси. Это же безумство с точки зрения военного. Но тем не менее процесс пошел. И их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси. Для того, чтобы нас туда втянуть. Қазір Украинада әлі де әуеден соққы жасалуы мүмкін деген қауіп бар. Бүкіл ел аумағында әуе дабылы қосылып тұр. Киев, Одесса, Хмельницкий облыстарында әуе шабуылынан қорғайтын жүйе іске қосылған. Кей жерлерде жарылыстар естіліп жатыр. Винницкий, Львов облыстарында энергетика нысандарына дронмен шабуыл жасалды. Тұрғындарға қауіпсіз жерлерге жасырыну ескертілген.
Жансая Қапасқызы, Заманбек Сенбеков, Айбат жаңалықтар қызметі. Ал кеше шабуылдың ортасында қалған Киевтегі Қазақстан елшілігінің өкілдері эвакуацияланады. Еліміздің сыртқы істер министрлігінің өкілдері осылай деп отыр. Әзірге дипломаттардың қайда көшірілетіні белгісіз, сондай-ақ Украинада қазір нақты қанша отандасымыз жүргені туралы да ақпарат жоқ. Министрлік осы күнге дейін Қазақстан азаматтарының ешбірі эвакуациялау туралы өтінішпен жүгінбеген айтады. Соған қарамастан елшілік мемлекеттік нысандарға шабуылдың күшеюіне байланысты отандастарымызды кешеден бері Украина аумағынан мейлінше тезірек кетуге шақырып жатыр. Шекара ашық, өмір жалғасып жатыр. Бірінші эвакуациядан кейін кейбір азаматтар қайтадан Украинаға оралуы мүмкін. Сол себепті дәл қазір Украинада қаншадан бар екенін айта алмаймыз. Қазір елшілікті жабу емес, эвакуация мәселесі талқыланып жатыр. Бұл сұрақ жақын арада шешіледі. Меніңше елшілік толығымен эвакуацияланады. Осы мәселе бойынша Қазақстанның Украинадағы елшісі Дархан Қалетаевқа хабарласқан едік. Ол эвакуация туралы нақты шешім әлі қабылданбағанын, Украинада шамамен 600-дей қазақстандық жүргенін айтады. Ал Киевтегі елшілік жұмыс істеп тұр. Қаладағы жарылыстар кесірінен ғимаратта жарық сөніп қалса да, қосымша энергия қуаты бар дейді Қалетаев. Консулдық толық құрамда штатты режимде жұмыс істеп жатыр. Елшіліктің құрамы өте аз, кезінде көбісін қайтарып жібергенбіз. Қазір жұмыс істеп жатқан 5 адам бар. Әскери атташе бар, әскери азамат, ол да жұмыс істеп жатыр. Орталық бізді толық эвакуацияға шешім қабылдаса, біз оған дайынбыз. Бірақ ол шешім қабылданған жоқ. Қазір жан-жақтан қарастырылып жатыр. Ондай шешім қабылданған күннің өзінде біз есікті жаппаймыз. Консулдық болады, бәріне жауап береміз, жұмыс істейміз. Ал мобилизациядан қашып елімізге кірген 200 мың ресейліктің қаншасы Қазақстанда қалып жұмыс істеп жүр. Жалпы қандай салада қызметке кірген? Еңбек министрі Тамара Дүйсенованың айтуынша, иммигранттардың көбі қаржы қаражат есептеу саласында жүр екен. Өзгелері қайда? Министрлік ресейліктердің легі салдарынан шарықтап кеткен баға мәселесі қашан реттеледі? Жалғас Сейнолла білді. 20 күнде елімізге 200 мың ресейлік кіріп, 147 мыңы шығып кеткен. Тұрақтап қалғандары қарап отырмай тұрақты жұмысқа кірісуде. Ең көбі 72% қызмет көрсету саласында, 16% өнеркәсіпте, 9% құрылыста және 2% ауыл шаруашылығында істеп жүр. Көбісі қызмет көрсетуде десек, соның ішінде ақша мол айналатын жерлерге бас сұққан. 22,5 мың азамат, бізде ресейлік азаматтар зейнетақы жарнасын төлеп жатыр. Соның ішінен 2022 жыл биыл 8 мыңға жуық азамат осы биылғы жылы жұмысқа тұрып зейнетақысын алған жылдың басынан бастап. Ең негізгі мамандықтар клиенттермен жұмыс істейтін менеджерлер, содан кейін бухгалтерлер, содан кейін сатушылар, автомобиль айдаушылары да бар. Ресейліктер құр келмей проблемаларды да ала келді. Ал саудагерлерге бәрібір халықпен ісі жоқ деп жұрт наразы. Сөздің жаны бар. Елорда дүкендерінде тауардың теңгемен емес рубльмен сатылып жатқаны туралы суреттер желіде кең таралған. Қаржы министрі мұны заңды белден басқан бассыздық деп бағаласа, ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев нан бағасын қымбаттатпай қалай ұстап тұрамын деп басы қатып жүр. Қаңтардан бастап бағаларды тұрақтандыру үшін барлық шараларды қабылдаймыз. Мысалы, нанның қымбаттауы бірнеше себепке байланысты. Қосымша құралдар, электр энергиясы қымбаттады. Коммуналдық қызметтерінде бағасы өседі. Сол себепті баға өсімі бар. Оны байқап отырмыз. Дәл осы қымбатшылықтың кесірінен жалдап тұруға баспана, болмаса жатақхана таппаған студенттердің жағдайы қоғамды біраз алаңдатқан. Индустрия министрі Қайырбек Өскенбаев сонда да сенбейтін сияқты. Көрсетіңдерші қане, көмектесейік деп әкімдіктер айтып жатыр. Қазақстандықтарды ешкім далада қалдырайын деп жатқан жоқ. Бірақ осы уақытқа дейін сондай студенттерді тапқанын естімедім. Аты жөндерімен айту керек, сонда көмек көрсетілер. Баға тұрақтанады, жұмыстар жалғасады, мәселе жіті бақылауда және тиісті шараларды қабылдаймыз. Бұл үкіметтегі министрлердің бүгінгі уәделері. Сөздеріне сенсек, жаңа жылдан бастап жағдайымыз оңалып кетуі керек екен. Жалғас Сейнолла, Мейірбек Беспаев, Айбат жаңалықтар қызметі.
Венгрияда түрмеге қамалған шымкенттік Қанатбек Өтебек 8 жылдан көп мерзімге сотталу мүмкін. Еліміздің сыртқы істер министрлігінің өкілі оған тегін адвокат берілгенін айтты. Дипломаттар Будапештте қамауда жатқан Қазақстан азаматына тағылған айыптың ауыр екенін айтады. Еске салайық, бұған дейін отандасымыздың туыстары арнамызға сұхбат берген еді. Күйеуіммен 2 айдан бері байланыса алмай отырмын деген әйелі оның Еуропаға жұмысқа кеткенін айтқан. Ведомство өкілі 27 жастағы Қазақстан ол жақта мигранттарды заңсыз тасыған дейді. 1,5 ай бұрын Қазақстаннан туристік виза алып Еуропаға келген. Бір аптада шығыс Еуропаға барып, Сербия, Чехия, Венгрия арасында мигранттарды тасыған. Ол бастапқыда қандай жұмысқа бара жатқанын білген. Оның мұндай жұмыстан бас тартуға мүмкіндігі болды. Бұл Еуропалық одақ елдері үшін ауыр айып. Ал бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов 6 жылға бас бостандығынан айырылу мүмкін. Прокуратура бүгін сотты қараған судьядан экс-министрге осынша жаза мерзімін беруді сұрады. Ал оның орынбасары болған Олжас Әбішевті 5 жылға соттауды талап етті. Сондай-ақ бұрынғы шенеуніктер мемлекетке залал келтірген үшін 1,5 миллиард теңге өтеу қажет дейді. Ал коронавирус өршіген тұста өкілеттілігін асыра пайдаланып, санавиация ұшағын заңсыз пайдаланғаны үшін Біртанов 5,5 миллион теңге төлеуі тиіс екен. Еске салайық, денсаулық сақтау министрлігінің бұрынғы басшысы осыдан 2 жыл бұрын маусым айында, яғни пандемия ушыққан тұста қызметінен босатылған. Артынша оның үстінен қылмыстық іс қозғалып, Біртанов содан бері үй қамақта отыр. Прокуратура оны әуелі ірі көлемде бюджет қаражатын талан-таражға салды деп айыптағанымен, артынша Біртановқа тағылған айыптау бабы өзгертілді. Ол қазір істемейтін ақпараттандыру платформасын енгізбек болды деген бап бойынша тергеліп жатыр. Не көп, мемлекеттік бағдарлама көп. Бәріне бірдей топырақ шашудан аулақпыз, тек сол жобалардың ішінде орындалмай қағаз жүзінде қалатындары да жоқ емес. Қыруар қаражат қарастырылады, бірақ жүзеге асыруға келгенде ешбір министрлік мойындарына алғысы келмейді. Әріптесім Айғаным Достанбай осындай май шелпекке айналған мемлекеттік бағдарламалардың бірнешеуін топтастырды. Бірыңғай цифрлық платформа бағдарламасын шенділердің жырлап жүргеніне 3 жылдан асты. Одан бері денсаулық сақтау саласында 3 министр ауысып үлгерді, бірақ өзгерген ештеңе жоқ. Ұмытылып бара жатқан құны 3 триллион теңгелік жобаны депутат Айбек Паяев елдің есіне түсірді. Себебі отандастарымыз осы жылдың тамызынан бастап бағдарламаның қызығын көрулері керек еді. 20 жылы тамызда дайын болады деп айтқансыздар, бірақ бүгін қазан ешқандай есеп көрмейміз. Ол бір. Екіншіден, бұған сізге дейін болған министр Цой айтып кеткен. Ол 99%-ға дайын деп. Денсаулық сақтау министрі бұл сұраққа нақты жауап берген жоқ. Өткен 2 жылға менің қатысым жоқ деп құтылды. Бағдарламаны іске қосамыз дейді, бірақ оны келесі жылдың аяғына жоспарлап отыр екен. Я не могу на этот вопрос за 2 года ответить. Я вам говорю, в этом году предусмотрены только средства на следующий год. Қыруар қаражат бөлініп, сынның астында қалған тағы бір жоба цифрлық Қазақстан бағдарламасы. Шалғайдағы ауылдарды айтпағанда, Астанадан таяқ тастам жердегі талапкер, Қажымұқан, Қарөткел елді мекендері онлайн оқу кезінде интернеттің машақатын тартқаны естеріңізде болар. Бұған қатысты министрліктің өкілі шала қазақшасы мен әйтеуір бірдеңе түсіндіргендей болды. Қазіргі уақытта 6406 елді мекеннің ішінде 1477 ауылдық елді мекендері интернетпен қамтамасыз етілмеген. Ол 23%. Қазіргі уақытта біз тағы бір жобаны дайындап жатырмыз. Айта кетейін, цифрлық Қазақстан бағдарламасына бөлінген ақшаны жымқырғандарға 8 қылмыстық іс қозғалған. Өткен 10 жылдықта қазақстандықтарды жұмыспен қамтудың бірнеше бағдарламасы қолға алынған болатын. Бір ғана еңбек бағдарламасының өзіне 5 жылда 695 миллиард теңге жұмсалған екен, бірақ олардың көбісі қағаз жүзінде іске асырылған іспеттес. Мақсатты индикаторларға толық қол жеткізілді деп алақайладық. Алайда нақты жағдай бұдан алшақ болып тұр. Ашық ақпарат көздеріндегі деректерге сүйенсек, бұл бағдарлама бойынша бүгінгі күнге дейін 175 қылмыстық іс тіркелген. Жоғарыда аталған жобалар орындалып бітпей жатып, келер жылы кезекте тағы бірнеше отыр. Алғашқы жұмыс орны, жастар тәжірибесі, ұрпақтар келісім шарты, атаулары бөлек болғанмен, мақсаты да, бағыты да бір бағдарламаға бюджеттің қаражатынан 105 миллиард теңге бөлу көзделіп отыр екен. Айғаным Достанбай, Санат Иманғали, Айбат жаңалықтар қызметі.
Алматыда жолаушылар мінген автобус жеке тұрғын үйге соғылды. Қоғамдық көліктің ішінде болғандар жеңіл жарақат алған. Ал жүргізушінің жағдайы ауыр. Автобус соққан үйдің тұрғындары аман ба? Жүргізуші неге тізгінге ие болмады? Оқиғаның мән-жайын тілшіміз Бауыржан Жақсымбет тарқатады. Оқиға кешке болған. Көше бойымен келе жатқан 141-ші автобус ішіндегі жолаушылармен бірге жеке тұрғын үйге соғылған. Салдарынан ішіндегі адамдар жарақаттанып, үйдің бір бөлігін қиратқан. Қоғамдық көліктің қатты жылдамдықпен келгені соншалық үйдің қоршауын қиратып барып, жуынатын бөлмесін тас-талқан қылған. Тіпті баспананың шатырында майыстырып жіберіпті. Оқиға кезінде үйде ешкім болмаған. Отбасымды періште қақты дейді баспана иесі. Ал келтірілген шығынды кімнен өтеп аларын білмейді ал. Ванная комната, коридор. Жуынатын бөлме, дәліз, ас үй, осының барлығына қатты зақым келді. Қабырға құлап, шатыр қозғалып кетті. Бұл баспанада 3 отбасы өмір сүреміз. Тәуелсіз сарапшы келіп кетті. Ал әкімдіктен әлі ешкім келмеді. Біз шығын көлемін қалай есептеп, кімнен алатынымызды да білмей отырмыз. Бұл баспанада Галина Щербаковадан бөлек тағы да 2 отбасы тұрады. Мүлкіміз бүлінді дегендер оқиғадан әбден шошып қалған. Ал автобус ішіндегі жарақат алған 5 адам жедел жәрдем көлігімен ауруханаға жеткізілген. Олардың 4-еуі амбулаториялық емге жіберілсе, жүргізушінің жағдайы ауыр дейді дәрігерлер. Біреуі ауруханаға жатқызылды. Қазіргі уақытта науқастың жағдайы өте ауыр халде. Ол қазір жансақтау бөлімінде барлық қажетті медициналық көмекті толық көлемде алып жатыр. Автобус паркінің өкілдері жүргізушінің 3 жылдан бері жұмыс істейтіндігін айтады. 49 жастағы ер адамның 15 жылдан астам тәжірибесі бар екен. Ал оқиға кезінде ешқандай техникалық ақау болмағанын айтып, жүргізушінің ауырып қалғандығын бейнебақылау камерасынан көріпті. Апат болар алдында жүргізуші 1-2 рет жөтеліп, қолы түсіп кетіп, басы қисайып, рульді жіберіп алды. Сол кезде барып, одан кейін келесі секундта апат басталды. Сондай бейне камерада сондай көрініс болып жатыр. Автобус паркінің өкілдері шығындарын толықтай алатындарын айтты. Ал құзырлы орган өкілдері бұл оқиғаға байланысты тергеу басталғанын хабарлады. Мамандар қоғамдық көлік 4 жыл бұрын шыққанын айтып, халықты алып қашпа әңгімелерге сенбеуге шақырады. Ал сол мезетте жүргізушіге нақты не болғаны алдағы уақытта белгілі болмақ. Бауыржан Жақсымбет, Медет Исапанов, Айбат жаңалықтар қызметі. Жол төсеп береміз деген атқамінер алдап кетті. Осылай деген тараздық тұрғындар әкімнің уәдесіне сеніп қалдық дейді. Олар 30 жылдан бері шаңы шыққан көшеде жүреміз деп шағымданды. Мына өз садикке барып келеміз ғой біз, міне. Қараңыз. Күнделікті осылай ақшаңның арасында жүреміз деген тұрғындар жаңа Қазақстанда жаңа жолға жетсек деп тілейді. Мінекей тұрғындардың сенімі азайған. Олар жастық шағымыз өткен мына жолмен жастар жағы жүрмесе деп тілейді. Ал көше жөндейміз деп көзге түспей кеткен шенеуніктер тек саяси науқан алдында ғана көп келгіштеп кетеді деп отыр. Тағзауатқа көшіп келген кезде 25 жаста едік. Енді міне 62-ге келдік. Бұл асфальтты біз көреміз, енді көрмейміз. Референдумның алдында келіп кетті әкім. Бәріне обещать етіп кетті. Ойбай, құдайға. Біз ол кезде еш нәрсеге жоқ. Өзі обещать етіп кетті осы Сағдауыттың әкімі. Қант зауыты ауданының тұрғындары айналдырған 6 көшені жарықтандырса дейді. Бұдан бөлек көптің тілеуі көпір болып тұр. Ауылдастар арғы беттегі мектепке бару мұң болғандықтан қолдан көпір салып амалдапты. Міне уже ашылып, өтуге уже қорқамыз, ортасын бәрі ашылып кеткен. Қыста елестете алмаймыз, мынаны бәріміз бит жайлап құс себеміз, құм себеміз. Әкімдік көпірге көмек көрсетеміз дейді. Ал қала бойынша 1388 көшенің 60%-ға жуығы асфальтталғанын айтады. Қалған көшелерді алдағы 5 жылда бітеді деп отыр. Біз оны тізімде жоқ деп қалдырып кетпейміз. 580 көшедей бар. Осы 580 көшені келесі 5 жылдық жоспарға қарай енгізіп жатырмыз. Айта кетейік, бүгінде Таразда 27 көшеге асфальт төселуде. Оған 1 миллиард 382 миллион теңге бөлінген. Әзірге аяқталғаны 11 көше. Данияр Әлімқұл, Айбат жаңалықтар қызметі.